егер сіз әйеліңізге қоятын болсаңыз, көлігіңізді қайда жерде жүргенін біліп отыратын боласыз. Екі қалайсыздар кереметтер, бүгін біз сіздермен бірге авто тауарларға распаковка жасайтын боламыз. Менде қазір жерде 4 тауар жатыр, біреу, екеу, міне қараңыздар, үшеу и төртеу. 4 тауарға сіздермен бірге распаковка жасайтын боламыз. 4 топ тауар, именно автоға керек 4 тауарға распаковка жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны аяғына шейін көріңіздер, каналға жазылыңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Бастайық. Мына авто тауарларды мен заказ бердім. Бірақ не заказ бергенімді мен білемін, бірақ қай жерде орналасқанын мен білмеймін по очереди. Мынаның ішінде жатқанын білмеймін, мынаның ішінде жатқанын білмеймін. Бірақ ең бастысы білем, бұлар көлігі бар адамдарға керек тауарлар екенін міндетті түрде білем. Сізге автокөлігіңіз бар ма? Бар болса, сізге ең қажетті хоть бір тауарды міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Қызықты болса, видеоны аяғына шейін көріңіздер. Менің өзіме де қызық болып тұр, достар, мына коробкалардың ішінде не жатқаны. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын, достар, мен ойлайтын, Қытай десе мен қорқатым, шыны керек. Қытай десе, что-то алмаймын деген сияқты. Бірақ келе емес, сол уақытта да біз Made in Германия деп тұрса аламыз, бірақ шын мәнісінде, ол Made in Германияның өзінде Қытайлар жасағаны қазір мәлім болып жатыр. Өйткені бәріміз білеміз, Қытай жақта жұмыс күші көп, сонымен қоса ол жақта жұмыс күші арзан екенін де білесіздер. Сондықтан барлығы қазір Қытаймен жұмыс жасауда. Бір енді әлемнің бәрі емес, конечно, бірақ әлемнің бір 60-70%-ын Қытайдың продукциялары, Қытайдың өндірісі құрап тұр. Сонымен қоса қамтып тұр. Міне қараңыздар. Бірінші тауарды қайсынан бастайын? Ең кішкентайынан бастайын ба, ең үлкенінен бастайын ба? Мне кажется, ең үлкенінен бастайық. Сонымен қоса, осы распаковка жасау барысында, достар, сіздерге бағаларды айтып отыратын боламын. Қанша долларға алғанымды, долларды теңгеге сразу сіздерге шақырып беріп отырамын. Міне қараңыздар. Үлкен тауардан бастайық. Жеңіл, относительно жеңіл. Мен ашқан бетте жүз тауардың не екенін сразу білдім. Қараңыздар. Бірінші тауар кетті. Сразу 2 штук. Не екенін білесіздер ме, достар? Осылай көрсетсем сразу білетін шығарсыздар. Бұл әрине алдыңғы терезеге жауып қоятын, күн түспес үшін және де панельді ыстықтатпас үшін. Бізде уже қыс басталайын жатыр, ал мен мынандай заказ бергенмін ғой. Бірақ енді қыста да көмегі тиеді деген ойдамын. Білмеймін, қыста қолданамыз ба, қолданбаймыз ба. Бірақ бастысы 2 штук. Бұл 2 штуктың бағасы, достар, қанша теңгеге шықты десеңіздер, бұл 1 штуктың бағасы 695 теңге. Учитывая оның доставкасы бар, көп блогерлар, көп распаковка жасау барысында адамдардың барлығы қателесетін заты. Сіздер сразу ойламаңыздар, 300 теңгеге сатам, 350 теңгеге аламыз, значит, мынаны сатам деген сияқты. Ең басты жайт бар, который надо учитывать, достар. Біліп алу керек зат, ол доставкасы. Мына тауардың бағасы 195 теңге ма, кейбір заттар ауыр болғандықтан доставканың бағасы 500-1000 теңге болып кетуі мүмкін. Сондықтан ондай тауарлар невыгодный тауарлар. Мына бағасы 195, доставкасы 105, яғни выгодный товар. Яғни заказ беруге болатын тауарлардың бірі. Получается, құны себестоимости 495 теңге, 500 теңге деп есептей берсек болады. Бұны қазір нарықта, қалада, әр қалада қаншадан сататынын білмеймін, бірақ міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер, қаншадан көрдіңіздер, қанша теңге тұратынын толық біліп жүрейік. Екінші товарға распаковка жасайық. Бірінші товар кетті. Екінші товарға распаковка жасаймыз. Бұл товар бізде тоже қатты кішірек те емес. Тезірек ашайық. Мен ашқан бетте сразу білем не екенін, достар. Все, мынанда не екенін білем. Бұл бізде видеорегистрация. Видеорегистрация тоже керек заттардың бірі, достар. Міне қараңыздар. 2 видеорегистрация. 2 коробкада 2 видеорегистрация заказ бердік. Міне қараңыздар. Распаковка жасайық сіздермен бірге. Ішін ашып сапасын көргім келіп тұр. Full HD форматта түсіре алады. JPEG форматында фото сақтай алады. Сонымен қоса H256 сыйымдылығында жұмыс жасайды екен. Сонымен қоса 12-24 вольтта жұмыс жасай алады. Жарайды. Камераның өзіне қарайық, қараңыздар, қалай қаптаған.
Қытайдың кейбір тауарлары, кейбір фирмалар бар, әрине жақсы қаптайтын, жаман қаптайтын бар. Бірақ наның сыртының бәрі, достар, олар үшін ақша. Шыны керек, барлығы саналу керек. Камераның қараңыздар. Видеорегистратор. Бұның плюсы, неге именно мен осыны заказ бердім десеңдер, бұлар салонды да түсіреді. Сонымен қоса алдында не болып жатқанын да түсіреді. Достар, көрдіңіздер ме, қалай керемет. Запечатанный барлығы. Енді сапасына келетін болсақ, качествосы шыдап беретін сияқты. Қараңыздар, кнопкаларын көрдіңіздер ме? Міне кнопкалары. Мына жаққа Type-C зарядкалайтын жері, мына жақта флешка салуға болады, рестарт жасауға болады. Сонымен қоса микрофоны. Алдында да, артында да микрофоны бар екен. Так, тағы да еще комплектациясы бар. Комплектациясын қазір көреміз. Мынау комплектациясы әрине қыстырып қоюға терезеге. Питание беретін шнуры, прикуривательға нан тығамыз, сонымен қоса видеорегистраторға питание береміз. Ұзын провод. Сонымен қоса, достар, ең бастысы мен неге бұл регистраторды заказ бердім. Қазір көрсетейін сіздерге лучше. Қазір. Қараңыздар, достар. Кім айтады не үшін? Получается, бұл видеорегистратордың плюсы 3 в 1. Яғни алдында түсіреді, ішінде түсіреді, артында түсіреді. Мынау артына түсіретіні мынаған қосылады. Яғни артқа передача жасаған кезде сізге артында көрсетіп тұрады. Сонымен қоса алдында ішінде көрсетіп тұрады. Алдында іші запись жүреді, артқа бұрылғыңыз келсе, мынау артында көрсетеді сізге сразу видеокамера ретінде. Бағасына келетін болсақ, достар, бұның бағасы 8950 теңге. Плюс доставкасы бар 2000 теңге жуықтағанда, получается, енді 11000 теңгеге сіз осындай 3 в 1 видеорегистратор ала аласыз. Мен 2 штук видеорегистратор алдым. Тағы да бұл жерде енді нелері, инструкциялар қалай қолдану керек, не істеу қажеттігі. Бұлар енді түсінікті деген ойдамын. Жарайды, келесі тауарға көшейік. Келесі бізде үлкен тауар, мынандай коробкасы. Ашайық. Бұның ішіне не деп ойлайсыз? Бір көрсетейін. Қараңыздар. Айтуға қиын, бірақ бұл бізде штатив. Яғни телефонды қыстырып қоюға арналған көліктің ішінде штатив. Біз тоже 2 штук заказ бердік. Ең бір қиыны, достар, Қытаймен жұмыс жасағанда минимальный заказ 2 штуктан басталады. 1 штукқа немесе пробный версияларға олар жұмыс жасамайды. Өйткені оларға ол невыгодно. Оларға 1000 штук алса, әлде қайда жақсырақ. Міне, достар. Тоже бұны неге именно осындайын бердіңіздер десеңіздер, бұл 380 градуста айналады. Кез келген жаққа, көрдіңіздер ме? Кез келген жаққа айналады. Құрау да оп-оңай, бір-біріне кигіземіз. Артынан қатайтамыз. Міне қараңыздар, осындай бізде штатив, мини штатив пайда болады. Сотканы қыстырып қоюға, сонымен қоса мынаны терезеге қыстырып қоюға болады, немесе алдындағы панельге де қыстырып қоюға болады. Сонымен қоса ең бір тағы плюсы, мынаны былай ашамыз. Мынау ұзарат, көрдіңіздер? Ұзарат. Астыға қарай түседі, алдыға қарай түседі деген сияқты. Сонымен қоса бізде екіншісі. Тура осындай тағы біреу бар. Бұның бағасына келетін болсақ, өзі күркінішті шығар, бірақ бұның бағасы 500 теңге. Осы қалаларда, өз қалаларыңызда бұндай қанша теңгеге сататынын білмеймін, енді әрі кетсе бір 3000-нан 4000-нан жоға сататын міндетті түрде. Бұның бағасы 500 теңге, доставкасы мен 900 теңгедей болып қалады. Яғни себестоимости 900 теңгені құрайды. Бұл бізде енді кішкентай болып тұр, бірақ ауыр. Ашайық. GPS трекер. GPS трекер дегеніміз айта кетейін не екен. GPS трекердің плюсы, достар, сіз басқа жақта жүрсеңіз де көлігіңіз қайда жүргенін біліп отыратын боласыз. Интернетке тәуелді болмай-ақ, сіз GPS арқылы сіздің дәл координатасымен өзіңіздің көлігіңізді қайда жүргенін біле алатын боласыз. Міне қараңыздар, мына трекер арқылы. Бұл трекердің плюсы, бұл магнит. Бұл магнитный трекерді любой жерге қыстырып қоюға болады. Яғни любой темірге көлігіңіздің астына, жанына, кез келген жеріне тіреп қоясыз да, өзіңіздің көлігіңізді қайда жүргенін біліп отыратын боласыз. Бұл біріншіден плюс. Егер сіз әйеліңізге қоятын болсаңыз, көлігіңізді қайда жүргенін біліп отыратын боласыз. Екінші плюсы, мен не үшін алғанымды айтайын. Мен өз машинамды курьерге беретін болдым, және сол курьер
магазиннің заттарын таситын болады. Яғни магазиннің заттарын будет курировать, тағы да басқа заттармен айналысады. Сонымен қоса мен оның қайда екенін біліп жүру үшін осы GPS трекерді орнатып қоямын. Маған өтірік соқса, мен оны жұмыстан шығарам, немесе штраф жасайтын боламын. Яғни егер де сіз машинаңызды арендаға біреуге беретін болсаңыз, немесе такси қылдырып тоже біреуді жалдайтын болсаңыз, водитель жалдайтын болсаңыз, міндетті түрде GPS трекердің болуы қажет деп ойлаймын. Мынау енді питанияға қосатын отсегі, сонымен қоса микро мен USB-ға бізде зарядка бұл жерде комплектациясында, сонымен қоса чехолы. Бұл жерде енді трекерді қалай қолдану керегі инструкциясында ағылшын форматында жазылған, ағылшын тілінде. Сонымен қоса қай жерде қандай программа жазып алу керегі толық қарастырылған. Міне достар, сіздермен бірге 4 тауарға распаковка жасадық. Бұл тауарларды енді қолдану барысында міндетті түрде сіздерге осы YouTube каналында көрсетейін бе, әлде көрсетпей қояйын ба? Егер осы тауарларды біз қалай орнаттық және де қалай жұмыс жасайды, толық ақпарат сіздерге керек десеңіздер, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Распаковка жаса, көрсет деп. Біз міндетті түрде сіздерге сол кезде көрсететін боламыз. Бізде достар тағы 2 тауар бар. Бұл енді автотауарларға никак автотауарларға қосылмайтын тауар бар, бірақ сонда да сіздерге көрсете салайын. Бұл жерде бізде қараңыздар, міне коробкасы мынандай. 2 тауар автокөлік тауарлары емес, бірден айтайын. Бұл бізде тіс тазалауға арналған электронды тіс тазалағыш. Бұл компаниямен көп уақыт жұмыс жасаймын. Oral-B компаниясын кім білет, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Oral-B компаниясының официальный түрде қараңыздар, тіс тазалағышы. Сонымен қоса комплектациясында батарей. Егерде барлық қытайша болғаннан кейін шошымай қойыңыздар, бірақ бұл официальный компаниясынан. Олар сіздерге магазинде тұрғандардың бәрі ағылшынша жазады, сізге осылай бере салатын болады. Бұның өзіндік құны доставкасымен бірге 7500 теңге шықты. Екеуі 7500 емес, біреуі 7500 теңгеге шықты достар. Бірақ тіс тазалау барысында мен уже Oral-B бар, осындай тура менде тіс тазалағыш. Мен 1,5-2 жылдай қолданып келе жатыр. Өте сапалы достар. Кім тіс тазалауға именно электронды тіс тазалағыш іздеп жүрген болса, Oral-B'дің осындай тіс тазалағыштарын алуға сіздерге кеңес беремін. Өте көпке шыдайды, сонымен қоса батарейкасы да сізге 6 айға шыдап береді. 6 айда бір 2 рет қана зарядкалайтын шығарсыз. Екінші бізде тауар, бұл жерде тоже көлікке ешқандай қатысы жоқ. Қазір көрсетемін. Міне қараңыздар қандай да бар. Бұның бағасы 7000 теңге. Комплектациясында не бар екен білмеймін. Енді түсінге шығарсыздар не үшін екен. Бұл енді сақал қыруға арналған тауардың бірі. Не үшін десеңіздер, обычный лезвиялар бар, сақал қыратын раздражение болады да, осындайды алып тексеріп көрейін деп өзіме осындай заказ бердім. Қазір ашып көрсетейін сіздерге. Өзімде ашқан жоқ. Опа, база жоқ. Қараңыздар достар, чехолда. Чехол өзіндік рөлін ойнап тұрады. Өйткені бір жаққа бару керек болса, заттарыңызды салып қоясыз осының ішіне. Вау, қараңыздаршы қалай салып қойған. Керемет қылып қойған, иә? Мына жерде инструкция, мына жерде тауарлар. Мынандай жидкости бар екен. Тазалағышы бар. USB зарядкалағышы. Насадкасы. Сонымен қоса тауардың өзі. Сонымен қоса тауардың өзі. Салмағы бар. Бұның бағасы 4000-5000 теңгені құрайды. Доставкасымен 7000 теңгенің көлемінде. Сіздің қолыңызға тигенге шейін. Вау, достар. Қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Алюмин, сырты, салмағы да бар, ауырлау. Көріп тұрсыздар ма? Крышкасы алынады. Мына жағында мынау бритвасы, мынау енді шаш алуға да болады ғой, мынау шатаспасам бүйтіп. Шаш алуға да болады, былай түсіріп тастап, қырына беруге де болады. Зарядкаға қыстырып қоямыз, өзінің ішіндегі батарейкасы бар екен. 5 ватта қабылдай алады, және де 3,2 мен 1 ампердің аралығында өзіне зарядка қабылдай алады екен. Керемет. Крышкасын жауып қоямыз. Міне достар, бізде осындай распаковка орын алды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Өзіме де ұнап тұр тауарлар. Сапасы жағынан, қолдану барысынан
сіздерге келешекте Инстаграмнан немесе Телеграмнан айтатын боламын. Міне осындай уақытта қойған едім, мындай уақытқа шыдады деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде біздің Инстаграм, Телеграмға да жазылып кетіңіздер. ТикТокқа да жазылып кетіңіздер. ТикТокта да өте қызықты заттар көп. Аяғына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналға міндетті түрде жазылдың деген ойдамын. Әлі алда талай қызықтар. Дидарласқанша сау бол. Базар Джексон.